Сәлеметсіздер ме, оқушылар, бүгін біз өте маңызды әрі заманауи тақырыпты қарастырамыз. Жаңа полимерлерді өндіру және жаңа материалдардың практикалық маңызы. Полимер дегеніміз не? Полимер бұл көптеген бірдей немесе ұқсас ұсақ молекулалардың, мономерлердің ұзын тізбекке бірігуінен түзілетін зат. Мысалы, полиэтилен, полипропилен, нейлон. Қарапайым тілмен айтқанда, полимер бұл ұзын молекулалық тізбек. Жаңа полимерлер қалай өндіріледі? Жаңа полимерлерді алу үшін ғалымдар әртүрлі әдістерді қолданады. Мысалы, этилен полиэтилен. Поликонденсация реакциясы. Реакция кезінде су немесе басқа кіші молекула бөлінеді. Мысалы, нейлон, полиэстер. Қазіргі таңда ғалымдар полимерлерге ерекше қасиеттер береді. Ыстыққа төзімді, өте берік, жеңіл, электр тогын өткізбейтін. Биологиялық ыдырайтын. Композициялық материалдар дегеніміз не? Композициялық материал екі немесе одан да көп материалды біру арқылы алынған. Мұндай материалдар бір уақытта бірнеше жақсы қасиетке ие болады. Берік, жеңіл, төзімді. Жаңа материалдардың практикалық маңызы. Жаңа полимерлер мен материалдар адам өмірінің барлық саласында қолданылады. Құрылыста жеңіл әрі берік материалдар, жылу сақтайтын панельдер, техникада, автокөлік бөлшектері, ұшақ және ғарыш техникасы, медицинада санды мүшелер, тігіс жіптері, импланттар, электроникада, смартфон бөліктері, оқшаулық материалдар, экология. Қазіргі кезде ең маңызды бағыт экологиялық таза полимерлер жасау. Мысалы, биологиялық ыдырайтын пластик, қайта өңделетін материалдар. Бұл қоршаған ортаны қорғауға көмектеседі. Жаңа материалдардың маңызы өте жоғары, себебі олар адам өмірін жеңілдетеді, технологияны дамытады, медицинада өмірді сақтайды, экологияны қорғауға мүмкіндік береді. Қазіргі заман жаңа материалдар заманы. Полимерлер мен композициялық материалдарсыз бүгінгі технологияны елестету мүмкін емес. Сондықтан бұл бағыт ғылым мен өндірісте ең маңызды салалардың бірі болып табылады.